Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен шабдалы пирогын дайындайтын боламыз. Яғни өте дәмді болып шығатын персиковый пирог дайындаймыз. Бір жасағаннан шығады. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. 3 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, барлық қажет заттарды таразының көмегімен міндетті түрде өлшеп салатын болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз міндетті түрде шығатын болады. Жұмыртқамыз бен қантты жақсылап араластырып аламыз миксердің көмегімен. Міндетті түрде миксер болған жөн, сонда сіздердің пирогтарыңыз көтеріліп, өте әдемі болып шығатын болады. Біздің массамыз ақ көпіршік болғанша, осылай видеода көрсетілгендей аппақ болып көтерілу қажет. Сонда біздің пирогымыз айтқандай өте көтеріліп әдемі шығатын болады. Миксерлеуге шамамен 8-10 минуттай уақыт кетеді. Келесі біздің ерітілген сары майымыздың үстіне 3-4 ас қасықпен, үлкен ас қасықпен біздің дайын болған массамызды құйып алатын боламыз. Біздің ерітілген сары майымыз сәл суыған болуы қажет. Егерде ыстық күйінде салатын болсаңыздар, жұмыртқамыз күйіп кететін болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егерде біздің ерітілген сары майымызды жұмыртқаның үстіне бірден құйып жіберетін болсақ, біздің массамыз төмен түсіп кетеді. Сол себепті осындай 3-4 ас қасықты бөлек ыдысқа құйып, осылай сары маймен араластырып алып барып, бірақ құйған жөн біздің массамызға. Келесі жақсылап тағы да барлығын біріктіріп, миксерлеп аламыз. Келесі илектен өткізілген ұнымыздың үстіне 1,5 шай қасық қопсытқышымызды қосып аламыз. Міндетті түрде ұнымыз илектен өткізілген жөн, сонда сіздердің пирогтарыңыз жақсы көтеріліп шығатын болады. Ұнымыздың барлығын бірден салмай, ең алдымен жарты бөлігін салып, миксермен емес, осындай арнайы қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Миксерлейтін болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыздың көлемі төмен шығып қалатын болады. Сол себепті осындай арнайы қасықпен араластырып алғандарың жөн. Екінші бөлігінде барлық ұнымызды бірден салып, жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Келесі менің формамның диаметрі 24. Жақсылап барлығын салып алатын боламыз. Біздің массамыз видеода көрсетілгендей сәл қоюлау болуы қажет. Сіздерге ұсынып отқан шабдалы пирогын мен ылғи да тапсырысқа қабылдаймын. Менің тұтынушыларыма өте қатты ұнайтын пирогтың бірі. Егерде құрамын мен көрсеткен рецепт бойынша толық салатын болсаңыздар, сіздерде өте әдемі дәмді пирог дайын болады. Консервадағы персиктарымызды барынша молынан салатын болсаңыздар, сонда пирогымыз дәмді болып шығады. 180 градуста шамамен 30-35 минуттай піседі. Толық піскенін көру үшін таяқшаның көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Бірден пештен шығарған кезде біздің бетіне жағатын қаймағымыз бен қантты араластырып, осындай бетіне дәмді болып шығатын крем дайындап аламыз. Бетіне жақсылап жағып шығамыз. Кремі молынан жағатын болсаңыздар, сонда біздің персиковый пирогымыз, яғни шабдалы пирог өте дәмді болып шығады. Формадан пирогымыз суығанша дейін алмаған жөн, себебі кремі сіңбей жан-жаққа ағып кететін болады. Мінекей менің пирогым суыды. Енді жан-жағын осылай алшақтатып алып, формадан ағытатын боламын. Кремнің жасалу жолын астыңғы описание бөліміне жазып қоятын боламын. Сол көлем бойынша жасайтын болсаңыздар, онда тіптен дәмді болып шығады. Кремі егер молынан болса, менде сәл аздау болып қалды. Сол себепті сіздерге молынан крем жасауды ұсынамын. Егерде болмаған жағдайда аз бөлігі болса да кремді қоссаңыздар болады. Мінекей біздің пирогымыздың кремі сіңіп, өзі де суып, формамыздан алдық. Енді жақсылап кесетін боламыз. Өте жеңіл болып кесіледі. Біздің пирогымыз үлпілдек, әдемі болып шыққан. Мінекей көргендеріңіздей биіктігі өте жоғары болып шыққан. Енді дәмін көретін боламыз. Дәмі өте ерекше. Персикпен жасалған кез келген пирогтың дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, егер рецепт ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет.